Айкүміс 22-ге жаңа толған, ауылдың ұяң қыздарының бірі еді. Атына заты сай, жүзіне қарасаң ай нұры қонғандай. Ол кешкісін қора-қопсыдан қайтып келе жатқанда, жол үстінде баяғыдан таныс көрінген Жантөре ұшырасты. Жантөре ауылға қала жағынан анда-санда келіп кетіп жүретін, сөзі жылмағай, көзі күлімсіреп тұратын жігіт. Айкүміске ол жат көрінбеді, бұрынғы бір жиында сәлемдескен, үлкендердің қасында өзін сыпайы ұстаған. Жолың болсын, қарындас, деді ол баяу ғана. Сол қарындас деген сөз қыздың көңіліндегі күдікті жуып кеткендей болды. Айкүміс өзіне сенім артқан жанның қасында жүргендей қадамын баяулатты. Жол қысқа көрінді. Жантөре әңгімесін ширатып ауылдың жаңалығын сұрады, қаладағы күйбеңді айтты. Сөзі майда, дауысы жұмсақ. Айкүміс оның әр сөзінен қауіп таппады. Күдік деген сезімнің өзі бұл кеште ояна қоймады. Жалғыз жүрме, жолдас болып барайын, деді ол. Қыз қарсы болмады. Таныс қой, деді ішінен. Сөйтіп өзі байқамай, сенім атты есікті ашып жібергенін сезген жоқ. Жол жиегіндегі тал терек қоюлана түскен тұста Жантөренің даусы өзгере бастады. Әзілдің ұшы үшкірленіп, көзқарасы ұзақ аялдайды. Айкүмістің жүрегі шым етті. Бір сәтте ол сөз бен көздің арасындағы сәйкессіздікті сезді. Қарындас деген сөздің өзі салмақ жоғалтқандай. Қыз қадамын жиілетті. Бірақ жігітте қатарласып келеді. Қойыңыз, деді Айкүміс анық естілердей. Жантөре күлді. Күлкінің ар жағында бөтен бір өктемдік бар еді. Пәкпін, деді қыз, даусы дір етпей. Ойын қылмаңыз. Сол сәтте жігіттің аузына әлгі бір суық сөз оралды. Мініс көрмеген асау шығарсың. Қазір мінеміз. Бұл сөз түн тыныштығын тілген қамшыдай болды. Айкүміс шегінді. Қыз жүгірді. Жол ұзарып кеткендей. Тынысы тарылып, өкпесі күйді. Артынан аяқ дыбысы тықырлап жақындап келеді. Жердің өзі қарсы шыққандай, ұсақ тастар аяқ астында сырғанайды. Айкүміс артқа қарамады. Алдына ғана қарады. Бірақ қараңғылықта бір үлкен тас аңдаусызда тұра қалған екен. Аяғы шалынып жерге құлады. Қолындағы дорбасы ұшып түсті. Сол сәтте бір қол аяғынан тартып қалды. Жердің салқыны сүйегіне өтті. Айкүміс қорықпады. Қорқыныштан да биік бір сезім, намыс оянды. Қыз бар күшімен серпіліп, жігіттің бетіне аяғымен сілтеді. Тебіс дәл тиді. Жантөре шегініп, мұрнын ұстап қалды. Мынау шынымен асау екен, деді ол тістеніп. Сол мезетте шапалақтың дауысы түнді жарып өтті. Қыздың беті ду ете қалды. Осы кезде жол бойынан көліктің жарығы көрінді. Айкүміс бар даусымен айқай салды. Көлік баяулап тоқтады. Қыз соңғы күшін жинап жүгіріп барып есігін ашты. Мініп кет, деді бейтаныс жүргізуші. Айкүміс артқа қарамады. Тек отырған орында дірілін басуға тырысты. Түн артта қалды. Айкүміс терезеге қарап отырып, жүрегіндегі дүрсілді тыңдады. Беті ашып тұрса да, жанын бір жеңілдік басты, аман қалу. Жол шамдары бірінен соң бірі сырғып өтіп жатты. Әр шам бір үміттей. Бірақ Айкүмістің ішінде бір белгі қалды. Айкүміс көліктің ішінде ұзақ уақыт тік отырды. Терезеден сыртқа қарады, бірақ көз алдына жол емес, жаңа ғана болған түн қайта-қайта келе берді. Жүргізуші ештеңе сұрамады. Ол да бірден ұққандай, кейде адамға сөз емес, тыныштық керек. Үйінің алдына түскенде Айкүміс алғыс айтуға да даусы шықпады. Басымен ғана ишара қылды. Үйге кіргенде бәрі бұрынғыша еді. Керегеде ілулі тұрған киім, пештің күліндей жылылық, түнгі тыныштық. Бірақ сол тыныштықтың ішінде қыздың жаны астан-кестең еді. Ол ешкімге айтпады. Әкесіне де, ағасына да, жеңгесіне де. Ұят тамағын қысып тұрғандай. Айтсам өзім кінәлі болып шығам ба деген ой маза бермеді. Қоғамның үнсіз үкімі қыздың өз үнінен қаттырақ естілді. Айнаға қарады. Бетінде із бар. Бірақ ең үлкен із жанында. Ол ізді ешкім көрмейді, тек өзі ғана сезеді. Түн бойы ұйықтай алмады. Таң ата ғана көз ілді. Бірақ түсінде де құлау, қараңғылық. Айкүміс сол күннен бастап бұрынғыдай емес еді. Ол күлмейтін болды. Сөзді азайтты. Көзі әрдайым төмен қарап жүретінді шығарды.
Ауыл сол ауыл. Адамдар сол адамдар. Бірақ қыздың ішкі дүниесі бір түнде қирап қалғандай еді. Жантөре болса, сол түнді болған істеп санады. Өзіне есеп берген жоқ. Қайта әлдебір өжеттік жасағандай достарының ортасында сол түнді мақтанышқа айналдырғысы келді. Оның қасында жүргендер де өзіне ұқсас еді, сөздері өктем, күлкілері қатқыл, ар дегенді әлсіздік санайтындар. Олар үшін әйел заты сынақ емес, олжа. Қыз дегенді қатты ұстау керек дейтін біреуі. Үндемесе өзі қалағаны дейтін екіншісі. Осы сөздер Жантөренің бойындағы соңғы тежегішті де сындырып тастады. Ол өзін кінәлі сезінбеді. Керісінше қыздың қашуын асау мінез деп қабылдады. Бірақ өмірдің бір заңы бар, адам өзі жүрген жолмен ғана емес, өзі таңдаған ортамен де жауап береді. Жантөре соны білмеді. Сол ортаның арасында оның қарындасы да бар еді. Үйдің ішіндегі ең жуас, ең сөзге тоқтайтын жан. Ағасына сенетін. Оның достарында ағамның жолдастары деп білетін. Жантөре сол сенімді байқамады. Байқаса да мән бермеді. Айкүміс күн өткен сайын ішке тұйықтала берді. Ол сырттай тірі, іштен сөнгендей еді. Жұмысын істейді, сөзге келеді, бірақ жанарының түбінде үнемі бір мұң тұратын болды. Кейде түн ортасында оянып кетеді. Үй ішінің тынысын тыңдайды. Сол тыныштыққа өзі сыймайтындай сезінеді. Айтқысы келеді. Бірақ тіл байлаулы. Айтсам ел нейді. Айтсам ағам ашуға мініп қан төгілсе ше. Айтсам өзіме таңба болып қалмай ма? Осы сұрақтар оның үнін жеп қойды. Ал дәл сол кезде өмірдің бумераңға айналып келе жатқанын ешкім сезбеді. Әсіресе Жантөре. Жантөренің үйі бұрыннан берекесі саналатын. Әке-шешесі ерте кетіп шаңырақтың жүгін өзі көтеріп жүргендей көрінетін. Үй ішіндегі ең әлсізі қарындасы Нұрсұлу еді. Мінезі жұмсақ, сөзі аз, көзінде ұяңдық бар. Ол ағасының жолдастарына да сол ұяңдығымен қарайтын, ағамның достары деп бәрін бір өлшемге салатын. Соңғы кезде сол босағаға бір бұлт үйірілді. Бұрынғыдай емес, сөздер ұзара бастады, күлкілер қатаңданды. Нұрсұлу сезді, бірақ сезгенін сөзге айналдырмады. Өйткені ол да Айкүміс секілді айтсам, өзім кінәлі болып қалам ба деген ойдың құрсауында қалды. Ағасының достары үйге жиі келетін болды. Келсе кешке дейін отырып алады. Араларындағы әзілдің өңі өзгерді. Көзқарас ұзақ аялдайды. Жігіттердің арам ойы көбейді. Нұрсұлу әр жолы ас үйге кіріп кететін, қазан ошақтың маңына тығылатын. Үйі пана болудан қалып сынаққа айналғандай. Сол күндердің бірінде бәрі тым тыныш болды. Тыныштық қауіптің ең жақын туысы екенін Нұрсұлу кеш түсінді. Арам ойын жүзеге асырған ағасының достары еді. Нұрсұлу ешкімге тіс жармады. Ол тек ішінен күйді. Қорлықтың ең жаманы айтылмай қалғаны екенін ол сол күннен білді. Кешкілік көзін төмен салды. Үй ішінде жүргенде қабырғаға сүйеніп жүретінді шығарды. Ұйқысы қашты. Таң алдында ғана көз ілетін болды. Түсінде есік жабылады, тұтқа қозғалмайды. Оянып кетеді, демі тар. Ағасына қарауға батылы жетпеді. Айтсам, ол не істейді деген ой маза бермеді, ауылдың әңгімесі одан да ауыр. Қыз балаға артылар жүк әрдайым ауыр екенін Нұрсұлу бала күннен білетін. Сол себепті ол үнсіздікті таңдады. Бірақ үнсіздік ем емес екен. Ол іштен жеп бітіретін дерт екен. Таң бозарып атып келе жатқан. Ауыл әлі ұйқыда. Малға шөп салатын уақыт, Жантөре қарындасының ұяттан бұл өмірмен қоштасқанын білді, қораның ішінде. Бұл көріністі сөзбен суреттеу мүмкін емес. Оны тек жүрек қана көтереді, бірақ көтере алмайды. Ағайын туыс жиналды. Үй ішін қаралы үнсіздік басты. Күн шығып тұрса да, шаңырақтың іші түнекке айналды. Ағасының жан айқайы ауылдың үстінен өтіп, тауға барып тірілгендей болды. Ол тізерлеп отырып қалды. Қолымен басын ұстап, үнсіз еңіреді. Бұрынғы өктем күлкі, асқақ сөз бәрі бір сәтте жоқ болды. Ар алдында кешірім сұрайтын тіл де уақытта қалмады. Өмір бумеранг. Не істесең, сол алдыңнан шығады. Жақсылық жасасаң, жылу болып оралады. Жамандық жасасаң, өз уақыты келгенде алдыңнан шығады.